Әлемдегі ең қымбат жемістер. Қара қарбыз. Бағасы 3 миллион теңгеге жуық. Денсуке сортының қарбызы зығыр ядросына ұқсайды. Тек жыл сайын 100 жидек Хоккайдо аралында өсіріледі. Олар аукционда сатылады. Келесі жеміс. Аспан мангосы. Бағасы 1 миллион 200 мың теңгеге жуық. Тайоно тамаго поэтикалық атауы аспан жұмыртқасы деп аударылады. Дәмді, тәтті. Және өте қымбат. Және бұл өсімдік Жапонияда өсіріледі. Келесі жеміс. Қара дикапон. Бағасы бір данасы 6000 теңге. Дикапон ең цитрусы көп жеміс түрі. Келесі жеміс түрі. Сары қауын. Бағасы 9 миллион теңгеге жуық бағаланады. Қауын Хоккайдо аралынан алынады. Ол жапондықтарда өте бағалы сыйлық есептелінеді. Шаршы қарбыз. 182 мың теңге тұратын бұл қарбыз арнайы осы пішінде өсіріледі екен. Дегенмен қарбыз декор ретінде қолданылады, яғни жеуге болмайды. Келесі жеміс. Қи ананас. Бағасы 1 миллион теңгеге жуық. Бұл ананасты зәр, ағаш үгіндісін және көңді араластыру арқылы өсіреді екен. Келесі жеміс. Алып жүзім. Бағасы бір бумасына шамамен 5,5 миллионнан келеді. Қызыл Рим премиалды сорты Жапонияда 1994 жылы шығарылды. Әрбір жидекті таңбалайды екен.